Одан кейін уал жаннат ва нару хаққун куллихи. Жаннат, тозақ ол ақиқат дейді. Біз оған иман келтіреміз, біз оған сенеміз. Жаннатты Алла субхана ва тағала өз мейіріммен жаратқан. Жаннаттың басталуы бар, оның аяқталуы жоқ. Тозақтың да басталуы бар, оның аяқталуы жоқ. Алла субхана ва тағала екеуінде аяқталмайтын қылып қойған. Мәңгіге жаралған екеуі де. Осы жаннатты Алла субхана ва тағала өзінің сүйген құлдарына сый ретінде жаратты. Айтқан істеген үшін. Бірақ Алланың айтқанын істесең бізге пайда. Намаз оқысаң өзіңе пайда. Ораза ұстасаң өзіңе жақсы. Зекетіңді берсең ертең қабірде сол дүниең шақпайды сен, өзіңе пайда. Бірақ соның айтқанын, Алланың айтқанын істеген үшін Алла субхана ва тағала істейді бізге? Мәңгі жаннатты берді. Ғалымдар айтады, Алла субхана ва тағала осы өмірде ләззат дейміз ғой, ләззат, рахаттану. Рахаттануды Алла тағала осы өмірдің аз мөлшеріне беріп қойған дейді, аз мөлшеріне. Мысалы, шаршап үйге барасында, басында тамақ жеп жатқан кезде өте тәтті көрінеді. Аз жедің ғой әлі тойған жоқсың. Бірақ соны шектен асырып жей берсең не болады? Сонда жегің келмей қалады. Сен жес, мен жес деп отырады ғой бір-біріне сілтеп. Алып қойыңдар, тауысып қойыңдар мынаны деп. Бірақ басында ешкім өйтіп айтпайды. Басында тамақ жеп жатқан кезде алып тауысып қойса, сүннет қылып қойса, ешкім айтпайды екен. Ол сөз қашан басталады? Соңына қарай басталады. Өзің қарын тойды ғой. Енді жанымнан кішкене жомарт болып көрініп отырғаны ғой енді. Тауысып қойсаңдаршы, жігіт емессіңдер ма? Мынан ят болады, алып қойсаңдар істеп жатқанның бәрі ол соңында айтылады. Ұйқы да сондай. Ұйқының басында тәтті болады екен, бірақ ол ұйқыны созып түске шейін ұйықтайын десең ұйықтай алмайсың. Басың ауырады, белің ауырады, не? Рахат, ләззаттың бәрі басында ол. Үйлену де сондай дейді. Басында үйленген кезде қызық сияқты болады, соңына қарап не болады сосын? Қызық болмай қалады ол нәрсе. Ал жаннатта керісінше екен. Жаннатта Алла субхана ва тағала мәңгіге қойып қойған. Ұзақ, ол жақта жаннатта тамақ жеген сайын рахаттанасың сен. Ол жақта не болады? Адам ләззаттанған сайын не рахаттана бересің, оның шегі жоқ дейді. Мысалы Құран кәрімде арайик деп келеді. Арайик деген диван ғой біздің тілмен айтқанда. Орындықтар сондай. Сондай үлкен орындықтарда отырады олар жаннатта деп Алла тағала сипаттайды. Жаннатта. Ең соның тәпсірінде ғалымдар айтады, сендер ойламаңдар дейді. Біздің өмірдегі диван емес ол дейді. Осы өмірдегі қандай қымбат орындық болса да, қандай мамық болса да, сен бәрі бір белгілі мөлшеріне келген кезде сен астың бір жерге барып тоқтайды. Бір қатты жеріне барып тоқтайсың ғой енді. Қандай мамық диванға отырсаң да сенің астында бір қатты нәрсе тиіп тұрады. Ал жаннаттағы орындықтардың асты болмайды дейді. Сен оған отырған кезде не боласың? Сен оның ішіне кіріп кете бересің. Сондай рахаттар ол дейді. Оның асты бітпейді. Тамақты жеген сайын сондай болады. Денеңнен не болып шығады, ол миск болып шығады екен. Ол жақта намаз оқылмайды, ол жақта құлшылық жасалынбайды. Соның есесіне Алла субхана ва тағала нені берді? Мәңгі жаннатты беріп қойды. Жаннатта пайғамбарымыз айтты, ол жерде базар бар деді. Біздің тілмен айтқанда. Сауда-саттықты ойлаймыз ғой базар дегенде. Сахаба сұрады, я Расулалла, ол жақта де бизнес жасаймыз ба деген сияқты сұрады дейді. Ол жақта да аламыз, сатамыз ба не сонда? Дегенде, жоқ, ондай емес ол деді. Ол жақтың базары деді. Мынандай базар екен деді. Адамдар жиналады да сол жерде отырып мақтанатын базар ол деді. Ол жақта мақтанамыз құдай қаласа. Біреу айтады екен, мен жаннатқа келуіме Алла тағала маған соны қалаған екен, осындай амалдарым қабыл болған екен дейді. Мен осы Нұр Астана мешітінде жүруші едім осы жерде. 5 уақыт осы жерде жүрдім. Шамам келгенше осы мешітте жанашыр болып жүрдім. Сол себепті Алла субхана ва тағала осы амалымды жақсы көріпті деп мақтанады екен де ол. Екінші біреу мақтанады екен. Мен соның жаңағыда Нұр Астана медресесінде білім алдым. Соны тарқаттым адам, тағы басқа. Одан біреу мақтанады екен. Мен сол жерде қалталы азамат болдым. Сонымен сол елге, дінге қызмет еттім деп мақтанатын базар ол дейді. Әркім өзінің істеген амалын сол жақта мақтанады екенбіз. Сонымен қайттан тарқайды екен, қайттан әркім өзінің двореціне қасына кіріп кетеді дейді. Бір уақыттан кейін қайттан шығады дейді. Әңгімелесу керек қой. Қайттан шығады екен де, ал келіңдер, қайттан бастайық әңгімемізді. Өйткені не болған еді, қалай болған еді, ой мен сондай болған едім, ондай болған едім деп әркім мақтанатын жері ол дейді, жаннат дейді. Ол жерде не болады дейді, тек қана жақсы сөздер ғана айта аласыңдар дейді. Ол жерде боғауыз сөз айтылмайды.
Құран кәрім аятында яқулу саламан саламан дейді. Олар бір-бірін көрген кезде сәлем беріп қана өтеді дейді. Мысалы, бір адамдар болады, өміріңде бір мәрте көрген адамдар болады. Бір жерде бір көріп қаласың, бұл екінші мәрте оны кездескен жоқсың сен. Соны жәннатта көрген кезде сен оны таниды екенсің, ол сені таниды. Мен оны кездескен едім уақытында. Яқулу саламан салама. Салам сәлем болсын, бауырым. Сен мен көргенім ғой баяғыда деп, олар бір-біріне сәлем ғана береді дейді. Алла Тағала Құран кәрімде. Демек, бауырлар, жаңа айтылғандай, бұл жәннат неше дәрежесі бар дейді оның? Жәннаттың 8 дәрежесі бар. Алланың әділдігі де сол. Ол жәннатта бәріміз бір дәрежеде болмайды екенбіз. Жәннатта адамдар 8 дәрежеде болады. Бірақ пайғамбарымыз айтқан, сендер фирдаус а'ланы сұраңдар Алладан дейді. Жәннаттың ішіндегі ең жоғарғы дәреже ол фирдаус жәннаты. Фирдаус жәннатында ол пайғамбарлар болады ол жерде. Ол жерде сыддықтар болады. Ол жерде шухадалар болады. Ол жерде тақуа ғұламалар болады. Сендер солармен бірге болып сұраңдар дейді пайғамбарымыз айтады. Бізде мүмкіншілік бар екен. Сұрау керек Алладан. Неге? Бірде пайғамбарымыз саллаллаху осындай өзінің сахабаларымен дәріс қылып отқан кезде солардың ішінен бір сахаба пайғамбарымызға ерекше қарап отырады, көзін алмастан. Оны пайғамбарымыз байқайды. Соңында жаңа жігітпен сөйлескен екен пайғамбарымыз. Бауырым, сен маған қатты қарадың ғой деді. Сол кезде, я Расул, айып етпеңіз. Мен сізге қарап отырғаным, денемнен жаным шықпай тұрғанда, сіздің денеңізде жаныңыз шықпай тұрған кезде, мен сізге тойып қарап алайын деп отырдым деді. Ертең жәннатқа кіргеннің өзінде сіз енді жоғары жақта боласыз ғой деді, ар жақта. Мәңгі сияқтасыз ғой. Біз мәңгі, мен сізді көре алмай қалам ғой. Сол кезде мен көзім көріп тұрған кезде сізді тойып қарап алайын деп отырғаным ғой деп жауап береді сахаба. Сол кезде пайғамбарымызға аят түсті Құраннан. Оларға айт, кім-кімді жақсы көрсе сонымен бірге болады деді. Яғни кімді жақсы көрсең, сен сонымен бірге боласың деген аят бұл мағынасы. Біз пайғамбарымызды жақсы көруіміз керек. Біз сол пайғамбарымыздың жолында жүрген бауырларымызды жақсы көруіміз керек. Сол кезде иншалла біз сонымен бірге боламыз. Демек, Алланың әділдігі сол екен. Бір сауап артық істесең, сен дәрежең жоғары болады. Екең бір жерде болмайды. Мысалы, сен единсің көпті, анадан қарағанда. Сол единсіңге қарай сенің де ояқтан мүмкіншілігің көп болады. Себебі ол әділдік Алла сол ғой. Сен единсің жай қалып кетпейді ол жерде. Сен біреуден артық бір нәрсе көбірек істеп жатсың ба, сен оның рахатын көресің деді пайғамбарымыз. Сен соның сауаптың рахатын көру саған уәжіп болады деген пайғамбарымыз. Ол хадис ол. Сол үшін не деді? Сендер бір-біріңде жарысыңдар деді. Жақсылық қылуда. Жақсылық қылуда жарыса беріңдер және көбірек Құран жаттаңыздар деді. Құранның ең соңғы жаттаған аяттарыңыз деді, сендердің жәннаттың дәрежеңді белгілеп береді деді пайғамбарымыз. Алла Тағала айтады екен, осы өмірде ұялмастан тартынбай оқыған секілді сендер оқыдық кіріп кете бер жәннатыма деп айтады екен Алла. Сол кезде иншалла біз Фатихадан бастаймыз, не? Толық насқайшылық оқып беруіміз керек қой, Құдай қаласа. Оқыған сайын бірақ сен жәннатта көтеріле береді екенсің. Ең соңғы жаттаған аятың сен дәрежең сөйден бітеді. Сол үшін көбірек Құран жаттайық, иншалла жәннатта дәрежеміз өседі. Бірақ Құран кәрімде Алла екінші аятта ескертті, инна акрамакум индаллахи атқакум. Біліңдер, Алланың алдындағы жоғарғы дәреже болатын олар тақуалар деді. Арабтар деген жоқ, түріктер деген жоқ, қазақтар деген жоқ. Кімдерді айтты? Тақуалар деді. Кім тақуалық қылса, соның дәрежесі жоғары болады деді. Инна акрамакум индаллахи деп жатыр. Алланың алдындағы жоғарғы дәрежеде болатындардың араларындағы ол тақуалардың. Демек осы жәннатқа Алла Тағала баршамыз нәсіп етсін иншалла. Сол жәннатта Құдай қаласа Алла Тағала өзі айтқандай саламан саламан деп жүруді нәсіп етсін бәрімізге.